Баршаңызға сәлем, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен сіздерге Корей халқының сүйіп жейтін тағамының бірі пянце пигодиінің рецептімен бөлісетін боламын. Ең бірінші кезекте електен өткізілген ұнымызды табағымызға салып дайындап аламыз. Үстіне ашытқымызды және дәміне қарай тұзымызды салып, жылы суымызды құйып, қамыр илейміз. Достар, менің каналымның ары қарай дамып кетуіне өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Біздің қамырымыз кішкене қолға жабысатын болады, бірақ артық ұн салудың қажеті жоқ. Қамырымыздың иі қанғанша жақсылап илеп аламыз да, бетіне салафан жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Ал енді қамырымыз көтерілгенше салмасына кірісеміз. Пиязымызды майдалап, көбіктеп турап аламыз. Турап болған соң фаршымызды табаққа салып, бетіне пиязымызды саламыз. Келесі кезекте капустамызды тураймыз. Капустаны да өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп аласыздар да, майдалап турап шығасыздар. Капустамызды майдалап турап алғаннан кейін табағымызға салып, дәміне қарай тұзымызды және қара бұршымызды саламыз. Салмасына майдалап туралған құйрық май қоссаңыздар да болады. Егер қаламасаңыздар, осылай мен сияқты 2 ас қасық сұйық май қосып жіберіңіздер. Кориандр қоссаңыздар да болады, сонымен қатар майдалап туралған немесе пресстен өткен чеснок қоссаңыздар да болады. Міне бізде салмамыз дайын болды. Қамырымызда көтерілген екен. Бетіндегі пленкасын алып, қамырдың басын біріктіріп аламыз. Ал енді столдың бетіне жұқалап ұн сеуіп аламыз да, қамырымызды қойып, бірнеше майда бөліктерге бөліп аламыз. Егер сізде кухонный весы бар болса, онда бірдей бөліктерге бөлген ыңғайлы болады. Ал егер весы болмаса, онда көз мөлшермен бөле беріңіз. Мен қамырдың әрқайсысын 70 граммнан есептеп бөліп шықтым. Міндетті түрде осылай формасына келтіріп домалақтап аласыздар. Ал енді қамырдың бетін пленкамен немесе құрғақ шүберекпен жауып, демалғанша кішкене уақытқа қойып қоясыздар. Ал енді пигодиімізді жасауға кірісеміз. Столдың үстіне жұқалап ұн сеуіп, қамырымызды қатты баспай, шет-шетін ғана басып, жайып аламыз да, ортасына салмамызды салып, пигодиімізді түйеміз. Салмамызды салғаннан кейін, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, ең астын біріктіріп түйіп аламыз да, екі шетінен осылай іліп алып кетіп түйе бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне әдемі болып түйілді. Екі шетінен кішкене қысып, домалақ формаға келтіреміз. Түсінбей қалсаңыздар, тағы да бір рет түсіндіріп жіберейін. Ең астын қысып аласыздар да, екі шетінен іліп алып кетіп, қамырды қыса бересіздер. Міне осымен пигоди түйілді. Өте әдемі болып шығады. Осылай барлық пигодиларымызды түйіп шығамыз. Майланған мантаварканың бетіне пигодилардың арасын алшақ қылып орналастырып алып, бетіне жұқалап сұйық майды жағасыздар да, 45 минутқа
баяу отта пісіріп аласыздар. Міне осындай тамаша болып пигодиларымыз пісіп шықты. Пигодидің арасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кетчуп, майонез құйып, немесе өздеріңізге ұнаған кез келген соусты құйып, және де сәбіз салат салып жесеңіздер, дәмі тіптен тамаша болады. Құрметті менің патша көңілді оқырмандарым, менің каналымның алдыға қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Менің каналымда әртүрлі тағамдардың рецептісі бар. Сонымен қатар алдағы уақытта дәмі тіл үйіретін неше түрлі рецепттермен тағы да бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысымды айтамын. Осы жерге басқа да видеолардың рецептісін қалдырамын, міндетті түрде кіріп көріңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.